Пайғамбар Мұхаммад алейхиссалам мындай дейді: "Ад-дуния матаун." Дүние бұл материал. Дүние бар ғой, бұл дүние. Материал. Бұйым. "Ва хайру матаиха ал-мар'ату салихату." Ушул материалдың, ушул бұйымдың ең жақшысы ал-мар'ату салихату, мықты аял деген. Қарабайсыздар бұл, сахи хадис, бекемделген хадис. Демек, байлықтың байлығына, мансаптың мансабына, бийліктің бийлігіне, дөлөтіне жетсеңіз деле, арқаңызда бүттік ішке универсалду, салиха деген жарамду деген сөз. Патқада шая, жарақту деген сөз. Жарақту, бүт несіге ой жүгіті, миесі жете білген, арқаңызда мықты аялыңыз болбаса, бардығы бекер екен. Қырғыз елін башқарып алсаңыз деле, аялыңыз арқаңызда сізді мында кемшілігіңізді қарап, бұт киіміңіз кір болып қалса, бұт киіміңізді шоткалап, байпаңыз жыртылып қалса, байпаңызды алмаштыра қойып, жақаңыз кір болып қалса, жақаңызды шат алмаштыра қойып, тишіңізді жуа қалған болса, жуйлайсыз ба, тишіңізді жуа алыңыз деп, бір жұмада бір жол жуып қалады ба? Бірақ дағы жақсы тиштеріңіз тарынып түшіп кетпей, насвай чеккеніңізге, сигарет чеккеніңізге қарабай чыдап кел атады тиштер. Қайран ғана тиштер.